Ең жас мектеп директоры болдыңыз. Бұл статуста қанша уақыт жүрдіңіз? Не болып қалды апай? Не тындырады дейсің жас маман? Қалай дәлелдеймін? Әлеуметтік желіні жүргізе бастадым. Мұғалімдердің демалмайтынын, директорлердің подвалға да түсіп жұмыс істей береді. Ұжым қорыққаннан түсе ме әлде? Проблемадан қаштым. Сөгіс алмадыңыз ба? Бірінші орын алып, марапатта алдық. Ұттыңыз ба, ұтылдыңыз ба? Жалақы жағынан ұтылдым. Кімге нені дәлелдегіңіз келеді? Ешқашан айтқан емес. Маған бәрін айту керек. Мұғалімдер әлі қағаз басты ма? Балалар ұйқысы келсе ұйықтай береді. Оқушы саны ол мәселе емес. Жапонияда 60 оқушыға дейін отырады. 100% білем. Ой, сен адам болмайсың. Қателікті мойындау керек. Мектепке баланы қай жастан бастап берген дұрыс? Ер азаматтардың көбеюі оқушыларға оң әсерін берді. Үйде 4 ағайындымыз, 4-еуміз де ұстаздық жолындамыз. Ұстаздар әрқашан өз балаларына уақыт таба алмайды. Үлкен жетістікке жетсем, сол ананың арқасында шығар дегім келеді. Мен елімнің патриотымын. Армысыз көрермен, назарларыңызда менің кезекті сұхбатым. Бүгін менімен сұхбаттасатын қонағым Астанадағы Шерхан Мұртаза атындағы 63-ші мектеп гимназияның директоры Мәди Серікұлы. Мәди мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Мәди мырза, сіз кезінде Астанадағы ең жас мектеп директоры болдыңыз. Бұл статуста қанша уақыт жүрдіңіз? Биыл осы қызметте жұмыс істегеніме міне 4 жыл уақыт болды. 3 жыл уақытқа жуық ең жас директор болдым. Директор лауазымына тағайындалған кезде бір 4-5 айдан кейін өте көп сұраныстар болды. Подкасттар, интервьюлар, неше түрлі сұхбаттарға барып, ең жас директор ретінде бәрін таңғалады ғой ол кезде. Ең жас директор, үлкен кісілер бар жұмыста, олар қалай тыңдай ала ма, жағдайыңыз қалай деген секілді. Бірақ қазір міне 4 жыл өтті, өте жақсы жетістіктеріміз де бар. Сіз тағайындалған кезде қандай еді, сол сәтті еске түсірейікші. Сіз бардыңыз, тағайындалдыңыз, ұжым қалай қабылдады? Енді ең бірінші тағайындалып келген күні әлі есімде, сондай ұжымдар өте сондай жақсы қабылдады. Ең бір айта кететін жағдай, мен өмір бойы қазақша оқыдым, қазақша білім алдым. Бірақ мен тағайындалған кезде, міне осы аралас мектепке тағайындалдым. Оның ең ерекшелігі өте 70%-ға жуығы орыс сыныптары, ұстаздарына дейін орыс тілінде сөйлегеннен кейін басында кішкене қорқыныш болды. Бірақ енді оқыдық, білім алып келдік, шетелдік тәжірибелерден өттік, соған сүйене келе, және үлкен көз көрген аға тәлімгер, аға апаларымыздан кеңес сұрай келе, жақсы тәжірибелермен бөлісіп, осы деңгейге дейін жеттік деп ойлаймын. Сіз барған кезде бұл уақытша ертең ақ кетіп қалады, трамплин шығар, мүмкін бір көкесі бар шығар жоғары жақта, не тындырады дейсің бұл жас маман деген сияқты пікірлер айтылған болар. Әдетте бұл айтылады, бұндай пікірлер. Бізде бірден қолпаштап, бірден бұлай көтере қоймайды ғой, бірінші дәлелдеуің керексің. Сол кезде сіз не істедіңіз? Ең бір оқиғамен бөлісе кетейін. Бір күні бір мектепте осылай отырсам, бір кісі атана қатты бір кісі кеп айқай шулап кіріп келді кабинетіме. Содан кабинеттен не болып қалды апай десем, осындай жаңағы жастар келді, осындай сіздер енді не істейсіздер, сіздер осылай 4-5 ай отырасыздар да ертең көтеріліп кетесіздер, біздің балаларымыз не болады, сондай. Ол жазғы уақыт, ол кезде оқушы жоқ, таң қалдым. Содан кейін бір ой келді. Мен қалай дәлелдеймін жақсы маман екенімді деп, осы әлеуметтік желіні жүргізе бастадым. Күніге жасаған жұмыстарымды түсіре бастадым. Жазда мұғалімдердің демалмайтынын, директорлердің подвалға да түсіп жұмыс істей беретін, жертөреге, шатырға шығып, кесекті де өре беретінімізді, жаздың күні қысқы жылу жөндеу құбырларына дейін жөндеу жұмыстарына атсалысатынымызды,
Басқа да сондай жөндеу әрлеу жұмыстарында жүргенімді сала бастадым. Содан кейін ата-аналардың да, оқушылардың да, ұстаздардың да көзқарастары өте жақсыға өзгерді. Кейін әлеуметтік желіде белсенділігіміз артты. Сол арқылы енді бұқаралық ақпарат көздері де біліп, танып, осындай сұхбаттарға шақырып бастады. Мен де сіздің әлеуметтік желідегі түсірген біраз видеоңызды көріп риза болдым. Кейде күлесің, кейде кәдімгідей, мына шын мәнінде солай ма екен деген сияқты. Түрлі қалжың, әзіл аралас, шындық аралас видеолар, ұжым қорыққаннан түсе ме, әлде сыйлағаннан түсе ме? Мүмкін өздері ұсынады. Түсірейікші деп. Бірінші Таза Қазақстан деген акция шықты. Сол кезде сенбілікке шығамыз, креативный видеолар түсіру конкурсы болады ұжым арасында. Содан біз сенбілікке шығамыз деген, бүгін четверг қой деген видеомыз шығып, әлеуметтік желіде өте көп қаралым жинады. Содан бізге тағы да түсіріңіздер деген бастады. Содан тағы бір видео түсіріп көрдік. Директормен іс-шара жоспарлағанда деген, шетелдің адамдарын шақырамыз, ананы шақырамыз, оны істейсің деген видеомыз бар. Сол арқылы ол да өте қатты қаралым жинап, біздің жаңағы оқырмандарымыздың саны артты. Сол арқылы біз жаңағы оқырмандардың сұранысы бойынша түрлі осы өмірлік дейміз ғой, өмірдегі кездесетін айлық сұрау, сенбілік, жазғы демалыс, еңбек демалысы деген тақырыптарда видеоларды ұстаздарға, оқушыларға қатысты қылып түсіріп бастап кеттік. Анау басшылықтан сөгіс алмадыңыз ба? Не істеп жүрсің? Мына видеода енді сіздер ашы болса да шындықты көрсетесіздер ол жерде. Сол кезде мынау қатты кетіп қалады, біздің атымызға ертең сөз келеді деген сияқты ескертулер болмады ма? Біріншіден, қазіргі таңда басшылық тарапынан үлкен қолдау бар екенін айта кеткім келеді. Жалпы жұмыс істеген кезімде де көп қиындық мәселелер болғанда да басшылық тарапы, министрлік тарапы, білім басқармасы тарапынан үлкен қолдаулар болып жатады. Әлеуметтік желіде егер де жаман нәрсе түсірмесек, жаман нәрсеге қатысты нәрселер көрсетпесек, онда барлығы ашық форматында біз әрқашан бұқаралық ақпарат өкілдеріне ашықпыз деп ойлаймын. Вадим мырза, сізге бұл қызметтің қандай берері болды? Ұттыңыз ба, ұтылдыңыз ба? Былай айтайын, мен жалақы жағынан ұтылдым. Бірақ еңбек, тәжірибе, танылу, құрмет, абырой жағынан ұттым деп ойлаймын. Ең бастысы маған сенім білдірген адамдардың сенімін ақтадым деген келеді. Оның артында ата-анам бар, бауырларым бар, оқушыларымыз бар, ұстаздарымыз бар, барлығының берген ақбатасының арқасында деп ойлаймын. Ата-анам деп қалдыңыз. Сіз ұстаздар династиясынан шыққан адамсыз, Иә. Атаңыз ұстаз, анаңыз, және сіздің бауырларыңыз, ағайындар ұстаз екен, Иә. Бір отбасынан неше ұстаз шықты? Қазір үйде 4 ағайындымыз. 4-еуміз де ұстаздық жолындамыз. Бәрі мектеп директоры? Бәрі. Жоқ. Жоқ. Дене шынықтыру мұғалімі, бастауыш мұғалімі, информатика мұғалімі, тарих мұғалімі, география мұғалімі, солай. Бұрында біріктіріп оқытылатын еді ғой, тарих, география деген секілді. Әр салада болғанмен, бірақ барлығымыз педагогика саласындамыз. Неге? Сізде таңдау болмады ма? Сіздің әкеңіз журналист. Неге журналист болмадыңыз? Неге ұстаз? Әлде анаңызды көбірек тыңдадыңыз ба? Мүмкін атаның баласы болған шығарсыз. Жоқ. Мамандық таңдайтын кезімізде, мен ең үйдің кенжесімін. Абай оқулары деген конкурстар болатын, сабақты жақсы оқыдым. Сол кезде әкем айтты, барлығы ұстаз болып кеттіңдер, барлығы мұғалімсіңдер. Осы баламды журналист етемін деп, маған сондай бір қолдау көрсеткен. Бірақ ішкі жан дүнием ұстаздыққа бет бұрып тұрды.
Оның үстінен әкемнің айтқанын тыңдап журналистикаға бірінші жылы тапсырғам. Бірақ оқуға түсе алмай қалдым. Бірінші жылы. Бірақ оған ешқандай ренжіген жоқпын. Бір жыл бойы не істедіңіз? Бір жыл ақылы жүйеде оқыдым, жұмыс жасадым. Жаңа айтады ғой, даяшы қызметінде, мойка қызметінде жүріп, өзімнің оқуымның ақшасын өзім төлеп, оқуымды оқыдым 1 жыл көлемінде. Бірақ сосын сол оқуымды тастап, қайтадан оқуға тапсырып, Евразия ұлттық университетіне информатика және робототехника мамандығына оқуға түстім. Бәрібір ұстаз болдыңыз. Ұстаздыққа келдім. Өйткені сіздің балалық шағыңыз мектепте өтті, иә? Бір әдемі естеліктер бар ма мектепте бөлісетін? Неше жасыңызда алғаш рет мектепке барып едіңіз? Есіңізде қандай оқиға қалды? Үнемі айтып отырам, ұстаздың балалары, ұстаздар қазіргі заманның батырлары деп. Өйткені ұстаздар әрқашан өз балаларына уақыт таба алмайды. Әрқашан өзінің сыныбы үшін, әрқашан өзінің баласы емес, өзгенің баласы үшін әрқашан жанын беріп, тәнін беріп, оқытып, аянбай, соны олимпиадаға дайындасам, сыныптан тыс іс-шараларға дайындасам, қандай да бір жетістікке жеткізсем деген мақсаттары бар ұстаздардың. Сол уақыттарда сонда мен анам да ұстаз қызмет атқарды. Біздің үйде анам әрқашан мені өзінің қолында ұстап жүретін. Мектепке дейін де біздің кезімізде балабақша деген болмады ғой ол кезде. Қиын заманда болды ол уақыттарда. Ауылда өстіңіз бе, қалада? Ауылда өстім. Ауылда өстім. Аудан орталығында өстім. Ол кезде балабақша деген болмады. Соған байланысты бізде анам әрқашан өзінің жаңағы сынында сабағын артында анандай бір шкафтың қасында жерде көрпеше төсеп отырғызып қоятын. Сон жаңағы кейде көп отырғыза бергесін сөйлейме екен, мені үйге қамап кетеді. Сосын біз айтамыз, мен ол кезде айтады, мама қамамашы, мен сыртта жүре берейін, бірақ сізді күтемін деп. Содан тоңғанда мектепке барады екен. Сол кезде ана мектепке барғанда әрқашан андай бір қуыстарға нелерге, ол кезде мектептер салқын болушы еді ғой. Ол кезде мектептер салқын болады. Ана әр оқушының астына көрпеше тігіп алып келетінбіз. Кезекшілік болады, жаңағы неше түрлі шүберектер тігіп алып келетінбіз. Сонда көрпешелердің 2-3-еуін қояды да, мен сөзге өзі тыныш отыр, ешкімге қарама, үндеме деп. Содан қарап отыр, бала кезінен бастап ұстаздыққа деген махаббатым осы дами бастады. Жек көрген жоқсыз ба? Анаңызға бір өкпе болған жоқ па? Жаңа айтып отырсыз ғой, ұстаздың баласы шет өседі әдетте, мейірім, махаббат, бір уақыт бөліне қоймайды. Кейде тіпті қарны аш болуы мүмкін. Ауырып қалса да оған анасы қарай алмайды. Сондай бір назардан тыс қалып жатады. Анаңызға бір өкпелеген сәттер болған жоқ па? Бала болған кезде. Неге біреудің баласын көбірек жақсы көресің мен енді? Шынымды айтсам, ондай болған жоқ. Анам әрқашан қолдауын аяған жоқ. Өзімен бірге мектепке алып барады, өзімен бірге мектептен алып келеді. Және асханада тамақ ішемін де сол кісінің атынан қарызға жаздырып алып тамақ ішетінмін. Сабағымды қадағалайтын. Сол бірден бір үлкен жетістікке жетсем, сол анамның арқасында шығар дегім келеді. Бірақ жауапкершілік көп болған шығар сізде. Өйткені ұстаздың баласы әдетте қалай айтушы еді, мұғалімнің баласы дұрыс оқу керек, дұрыс жүру керек, жақсы оқы, тәртіпті бұзба деп. Бір қателесіп бала болып, бір төбелесіп қалсаң, немесе сабағыңды дұрыс оқымай қалсаң, мұғалім баласы формасын үстіндегі мектеп формаңның орнына басқа балалар сияқты басқа форма кигің келсе, сол кезде жауапкершілік мойныңда тұрады. Ұстаздың баласы өзі киініп алыпты, өзі төбелесіп жатыр, өзі сабақты оқымайды деген секілді жауапкершіліктер тұрады. Сон арқылы кейбір кезде әттеген-ай деген нәрселер болып қалады бала кезімізде. Бала болып төбелеспедіңіз бе? Болады ғой енді, төбелес те болады, ойын да болады, сабаққа дайындалмай келу де болады, кешігу де болады. Бірақ сол кезде анамның атына кіргелтірмейінші, анама біреу сөйлеп қалмасыншы, ұят қой, мен егер өйстсем деген бір
тоқтаулар болатын. Сол нәрселер әрқашан мен бойымда тұрды. Осы үздік оқығанымда бірдемеден бірінші орын алуым керек, әрқашан алған тұлым барлығы сол анамның ғана бір жерге қаратпайыншы, анамды әрқашан мақтансыншы мен үшін, ешқашан мен үшін бір сөз естіп қалмасыншы деген мақсатта болған. Енді қараңыз, ол мақсат орындалды, мектепте жақсы оқыдыңыз, үздік дипломмен университетті аяқтадыңыз, магистратура бар, одан кейін ең үздік жас маман атанғансыз, шетелде талай тағылымдамадан өткенсіз. Жалпы үздік болу қашанда. Және жас директор атандыңыз. Үздік болу қиын емес пе? Үнемі үздік болу. Кімге нені дәлелдегіңіз келеді? Бір жағдаймен бөлісе кетейін. Ешқашан айтқан емеспін, негізі бүгін. Маған бәрін айту керек. Бүгін анам да көрсе өзі таңғалып қалатын шығар. Үйде 4 ағайындымыз. Үйде ағам болатын, өте бұзық. Ол бұзық ағаңыз көріп отқан жоқ. Сол көріп отыр ма деп айтпайды. Ол әрқашан анам сол үшін разборкаға барады, шақыртады. Мектепке дейсіз. Мектепке шақыртады. Мен кішкентай болсам да соны көріп отыратынмын. Үнемі бір күні үйде есімде, мен бара берем ба деп папаға, сіз де барыңыз деп әкеме айтқан. Әкем журналист, қызметкер, ер азамат, бізде ер азаматтар енді өйтіп бармау керек басын иіп. Сол кезде ішімде бір болатын. Мен өскенде ешқашанда олай жасамаймын. Мен үшін біреуден кешірім сұрап, немесе мен үшін жерге қарауға болмайды. Мен әрқашан мен үшін мақтану керек. Мен, білесіз ба, бастауыш сыныпта сабақты ғана жақсы оқыған жоқпын. Көзге түсу үшін биге қатысқанмын, би билегенмін. Халықтың алдында билеп, анам қол шапалақтап қуансын деген секілді. Өзі ер азаматтар билемейді, ұят қылып көретін еді, соған билейтін, ән айтам. Қазірге дейін ән айтам. Жан-жақты. Ән айтам. Абай оқуларына қатысам, Мұқағали оқуларына қатысам, жан-жақты жүргізушілік жүргізем, ведущий болам. Соның барлығы осы бір ағаларымда осылай істеді ғой, менен олай нәрсе жасамасыншы деген. Бір өтеу сияқты. Өтеу секілді. Жаңағы грантқа оқуға түсуде сол үшін. Мен өзім жұмыс жасап, өзім оқуымды төлеп, бірінші жылын бітірдім ғой. Бірақ екінші жылында, үшінші жылымда солай бітіре алатын едім. Бірақ ол мақтансын. Евразия ұлттық университетіне грантқа түссін дегенді айтсын деген мақсат сол кезде болған. Бала кездегі бір травма секілді бір сондай нәрсе болған. Кейін оның барлығы өзімнің жеке өмірімдегі жетістіктерге алып келе бастады. Бірақ мен бір нәрсе айта кетейін, ешқашан өмірде тек үздік бола бердім деп айта алмаймын. Әрқашан жеңілісте болған. Тіл мәселесінен де мен қиналдым осы мектепке келгенде, бірақ мен бірден үйрендім. Бірден тіл мәселесінде мен алдыма қойдым, шештім. Орысша қазір еркін сөйлейсіз? Орысша еркін сөйлеймін қазір. Бірақ мені тағайындалғанда мен мүлдем білген жоқпын. Білген жоқпын, бірақ енді түсінеміз, Астана қаласында оқығам, түсінемін, кішкене қысыламын. Жиналыстарда сөйлейтін кезде жаттап алып, немесе қағазға жазып, қазақшасын айтып, орысшасын оқитын. Ал қазір қазақша, орысша емін түрде дайындалмай да шығып жиналыстар жүргіземін. Ағылшын білесіз, Ағылшынды үстіндемін. Сіз Сингапур, Жапонияда тағылымдамадан өттім. Біз ол кезде аудармашы арқылы барғанбыз. Бірақ қазір үйрену үстіндемін. Болашақта жоспарлар бар, шетелде оқуға түсу. Шетелде қалып қоймайсыз ба? Жоқ. Мен елімнің патриотымын. Мен мектептегі миссиям да сондай. Аралас мектепке келген кезде де 70% орысша, 30% қазақша болғанда, қазірге мен мақтанып айтатын жетістігім ол. Қазір 70% қазақша оқиды балалар, 30% орысша оқиды. Күшті. Ол менің жетістіктерім. Одан бөлек білім сапасын айта кетейін. Білім сапасы бізде өте төмен. Маған ең алғаш қатты көңіліме келгені
айтқан, неге шалғайдағы мектепке бардың, не істейсің ол жақта, ең төмен мектеп. Сол кезде мен ана халықаралық деңгейде CIS деген бар, соған тапсырып көрейінші деп барғанмын, біраз кабинеттерді жағалағанмын. Сол кезде сіздің ана білім сапаңызбен ондай дәрежеге жету қайда дәреже? Ондай болмайды деп айтқан кезде мен наоборот адаммын ғой, мен соған апарамын деп кандидатураға іліндік біз. Қазір кандидатпыз. Бірақ әлі алмағандықтан статус біз ондай жариялаған жоқпыз. Бүгін прям айтып жатырмыз барлығын. Бірақ білім сапасы өте соған лайықты деңгейге дейін жеткіздік. Қазір сіздердің мектептеріңізде түрлі шаралар өтіп тұрады, оны ел біледі. Шерхан Мұртаза атындағы мектеп қазір абыройлы мектептердің бірі, түрлі оқулар өтіп тұрады, түрлі ғылыми жұмыстар. Тіпті алдағы жылдың күзінде мұражай ашамыз деген жоспарларыңыз да бар екен. Соларға тоқталсаңыз. Бізге 2022 жылы Шерхан Мұртаза есімі берілді. Біз оны ұжымымызбен бірге және қамқоршылық кеңесімізбен бірге ақылдасып алдық. Шерхан Мұртаза атамыздың бізге бір берген аманаты секілді сезінем. Қазіргі таңда мұражай ашуда біз үлкен мәселелер туындайды. Атамыздың заттарын, қолданылған заттарын табу үшін маған туыстарын табу өте қиын. Тек Алма Шерхан қызымен байланыстамыз. Тек сол кісі ғана, ол кісі денсаулық жағдайына байланысты көп жағдайға көмектесе алмайды. Бірақ мен өзім сол Тараз өңіріне барып, үйіне барып, өзім іздеп, тек өзім ғана айналысудамын осы мәселемен. Бірақ бұл қиындықтардың бәрін шешеміз. Осы эфирді пайдалана кете айтқым келеді. Шерхан Мұртаза атамыздың жақсы бір достары болып жатырса, мен білмейтін, немесе жақын туыстары болса, дәмдес, бірге жұмыста жасаған кісілер болса, біз сіздерден өтініп сұраймыз. Астана қаласында Шерхан Мұртаза есімі берілген мектеп бар, сол жерде мұражай ашу жоспарымызда бар. Егер де сіздерде бір қандай да бір жәдігер болатын болса, қолдау көрсетулеріңізді сұраймыз. Сосын тағы оқулар бар, ғылыми жұмыстар дедіңіз, соларға тоқталсаңыз. Сіздің мектепте Шерхан оқулары өтеді, Шерхан олимпиадасы өтеді. Сонымен қатар жалпы мектепте зерттеулер жұмысына байланысты 100 жобасын алғанбыз. Соған байланысты оқушылардың әрбірі бір жобадан алынған. Қазір бірінші келген кезде бірден 100 жоба алған болатынбыз. Ол зерттеулерді сараптала келе, қазіргі таңда біздің жобаларымыз аудандық көлемде, қалалық көлемде, республикалық көлемде орындар алып, үлкен қорғалып жатыр. Ата-аналармен қарым-қатынас қалай? Мынау арыз қой, я болмаса бір ұрысқақ ата-аналар бар ғой, бәрібір бар, Қазір бала баяғыда біз мектепке осындай болды, ұстаз маған былай деп айтты деп айтып келуге қорқатынбыз. Өйткені ата-ана біздің сөзіміз сөйлемейтін. Ал қазір керісінше, анау былай қарады, мынау маған бүйдеді десе, ата-ана сол күні сол сәтте жетіп барады. Сіздерде қалай? Арыз қой, ұрысқақ ата-аналармен қалай тіл табысасыз? Не істейсіз? Бізде арнайы ол үшін мамандар бар, менің орынбасарларым бар, әлеуметтік педагог, психолог мамандар, педагог-психологтар, менеджерлер бар. Осы мамандардың көмегі арқылы осыны мәселелерді шешеміз. Жалпы менің ата-аналармен өте жақсы болуымның себебі ол ашықтықта деп айтқым келеді. Ең алғаш мектепте жұмыс жасап жүргенімде көп ата-аналардан жалоба болатын, арыз шағымдар түсетін. Бірақ мен келген ата-анаға қандай жалобыңыз бар? Ұстазға болса, жүріңіз сабағына бірге қатысайық. Мен аштым. Тағамға байланысты мәселе бар ма? Жүріңіз бракераждық комиссияға кіргізейін, сіздің документті оформить етемін. Кез келген уақытта қалаған сіздің уақытыңызда
маған сенбесеңіз дайындалады, кез келген уақытта келіп көре аласыз дейді. Біз қала бойынша тәртіп бұзушылық болмаған рейтингтен бірінші орын алып, біз арнайы марапатта алдық тағам бойынша. Бізге тексерістер келіп тұрады ғой саладан. Бізде бір жыл көлемінде бірде ондай ескертулер болмаған. Қалай? Иә. Ол мен де білесіз ба, жалпы анау үнемдеу, тамақ ұрлау деген жоқ па? бракераждық комиссия деген бар ғой. Сол жерде 10 адам болу керек қой. Менде 100 адам бар. Олардың бәрі ата-аналар ма? Ата-аналар. Бәрі ата-аналар. Әр сыныптан ата-ана алдым. Әр сыныптан ата-ана алдым. Қалаған ата-ананы алдым. Менің ата-аналарымның ішінде органда жұмыс істейтіндер бар, сесте жұмыс істейтіндер бар, жалпы ұстаздық өмірде жұмыс істейтіндер бар, әлеуметтіктер, психологтар, барлық маман өкілдері бар ата-аналардың ішінде. 10 мыңға жуық ата-анамыз бар. 10 мыңға жуық ата-ананың ішінен іріктеліп алынған 100 ата-анамыз бар. Басқа мектептер соны неге істемейді? Ол тексерістен кейін бірдемені нарушать ету мүмкін емес. Осы метод, осы әдіс маған өте жемісін берді. Өзіңіз сол мектептен тамақ ішесіз? Әрине, асханадан ше. Сапалы тамақ алуға бола ма бүгінгі күні бөлініп жатқан қаражатқа? Болады. Өйткені сіздің әріптестеріңізден жиі естисің, мынадай бөлініп жатқан ақшаға қайтып сапалы тамақ деп ұйымдастырасың деп. Солай айтады ғой, бірақ қазір конкурс жүріп жатыр бүкіл қалалықта. Неге ондаған адамдар, жаңағы поставщиктер дейді ғой, қатысып жатыр ғой олар. Онда неге қатысады? Егер жеткіліксіз болса, неге қатысады? Ол конкуренция бар ғой ол жерде. Демек, алуға болады деген сөз. Тамақтар сапалы, ол жаңағы ұтып алған тасымалдаушыға байланысты. Мәди мырза, сосын қай жақта, осы оңтүстікте ме, Алматыда ма бір мектепті көрсетті ғой, жарнамасын көріп қалдым. Сабақ арасында балалар аяқты созып партада ұйықтай алады, демала алады. Иә. Хабарыңыз бар ғой? Иә. Сондай бір жаңашылдықтар, бір өзгерістер енгізілмей ме? Келер жаңа оқу жылына қандай дайындықтар бар қазірден бастап жүргізіліп жатқан? Білесіз бе, жаңа мен Жапония, Сингапур мемлекеттерінде тәжірибеде болғанда не алып келдім, нені аламадым. Ол жақта балалар ұйқысы келсе ұйықтай береді. Сосын кішкене ұйықтауға уақыттар беріледі оларға. Бәрі бір уақытта ұйықтайды. Ал біз нені алып келдік? Мен нені алдым? Біздің қазіргі астаналық көп мектептердің мәселесі оқушы көп деп айтады. Оқушы көп. Бірақ ауысым болмаса да бір сыныпта 35-36 оқушы бар деп айтады. Бірақ білесіз бе, сол Жапонияда, Сингапурда 40, 50, 60 оқушыға дейін отырады бір сыныпта. Бірақ олардың білім рейтингтері халықаралық деңгейде бірінші орында ғой. Неге? Ал біздің мектептерімізде 25 баладан, 30 баладан ғана, бірақ біздің білім деңгейіміз Жапония немесе Сингапур секілді емес қой. Сонда ол оқушы саны ол мәселе емес. Ол мұғалімнің әдіс тәсілімен біліктілігіне байланысты. Сондықтан біздің менталитетке жататын ұйықтау мәселесі немесе жаңағыдай қалған уақытта ұйықтайтын мәселелер біздің келеді кейбір жерлерде келмейді. Ол жақта ұстаздарды құрметтеуді білесіз ғой, ұстаздар деген ең бірінші кезекте. Ал біздің мемлекетте керісінше ұстаздарды барлық жағдайда шығып беріп отырады. Сондықтан кейбір енгізуге болатын мәселелер бар, кейбір енгізуге болмайтын мәселелер. Тағы нені алар едіңіз ол жақтан? Биыл көптеген менен басқа да мектеп басшылары Жапониядан тәжірибеден өтті, осы білім басқармасының қолдауы арқылы. Содан көп мектептерде түрлі методтар, әдістер енгізіле бастады. Мектеп таза болу үшін аяқ киім ауыстыру деген, немесе жаңағыдай қалай айтады, жеңіл аяқ киімдер киеді ғой Жапонияда. Баяғыдан ауыстырушы едік қой біз? Жоқ, Жапонияда
кәдімгі андай тәпішкелер киеді ғой, қалай Иә, сондай есіктерінен кіреді да бірден аяқ киімдерін шешіп тәпішкемен келеді. Иә, ол жақта солай оқиды. Оның өзі білесіз бе, оқушыны емін еркін ұстауға мүмкіншілік береді. Мектепте отырғанда оқушы үйінде отырғанда еркін отырады. Ал біздің мектепте сырттан келген аяқ киіммен отырғаннан кейін басқаша болар мүмкін. Сондықтан кейбір мектептерде осы методтар енгізіліп жатыр. Мынау ұстаздар мен оқушылар арасындағы байланыс бүгін қандай деңгейде? 2016-2017 жылдардан бастап жаңартылған білім мазмұны енгізілді. Ода үйретілген спиральді жүйе арқылы оқыту. Ол деп отырғанымыз оқушыларға баға қоймайды, бал қою арқылы сабаққа деген, білімге деген ынтасын арттыру. 2 отыр, 5 жарайсың дегендердің орнына сен бүгін дайындалуды кішкене күшейту керексің. Келесі оқушы, сіз белсенді болыңыз. Сіз өте жарайсыз. Сіз жақсысыз, бірақ келесі жол бұдан да жақсы болуға лайықтысыз деген бағаларға өзгертілді. Бұның өзі қазіргі таңда барлық оқушыларға керемет бір жаңа дем, жаңа леп берді десе де болады. Бұл жерде ұстаздарға ешқандай да ұрсудың, айқайлаудың, немесе ұрудың керек жоқ. Бұл жерде бал арқылы және формативті, критериалды бағалаулар арқылы баланың өзін деңгейіне сәйкес бағасын қойып бере алады. Дегенмен әлеуметтік желіде тарап жатқан түрлі видеолар бар ғой. Иә. Төбелесіп жатқан оқушымен ұстаз. Сіздерде мүлдем болмай ма ондай ситуациялар? Бұл жерде айта кетейін, ұстаздардың өзінің біліктілігі мен өзінің ұстанымы мен киген киімі мен сөйлеген сөзі мен өзінің әдіс тәсілдері арқылы сыныпты баурап алуға да болады. Білесіз бе, мен 20 жасымда мұғалім болғанымда осы Астана қаласында мен сабағымда көп деген оқушылар таласып келетін. Қазір мен сабақ берем, 11-ші сыныптарға сабақ берем. Менің сабағымдағы методика мен кейбір ұстаздардың методикасына қарным ашып жатады. Оның ішінде мысалға шай мәселелер, сабаққа кешігіп келмеуді талап ету, немесе қоңырау болғаннан кейін бірден оқушылар шығып кетіп жатады. Ал менің оқушыларыма айтамыз, балалар қоштасайық, бірінші қоңырау ұрылады, мен алдарына барып келем, олар күтеді. Сосын жақсы сау болыңыз, күндеріңізге сәттілік. Осындай мәселелердің барлығын егер ұстаздар уақытылы жасап отыратын болса, онда оқушылардың да арасында ондай мәселелер болмайды. Оқушылар білесіз бе, өте білімді. Оқушылар қазір дамыған. Ойбай, білім деңгейі түсіп кеткен, қазіргі балалар оқымайды, әлеуметтік желіде, интернеттен басалмайды дейді ғой. Оқушылар қазіргі альфа поколение, Z поколение дегендер өте сабақта ескі сарында бере алмайсыз. Заман күнделікті дамып жатыр. Жапонияда ұстаз партаның үстінде тұрып айқайлап сабақ берген кезінде бізге ол ерсі көрінгенімен, ал қазір бізге енді келіп жатыр. Ол оқушының назарын аудару. Бізге күнде лабораториялық құралдардың суретін көрсетумен шектелгенімізде, олар оның ішіне химиялық зат шығарып, оның түтінін былайына жан-жаққа атқызған кезде, біз үшін ол апасына, ой, баланың күйіп қалса дегенді көрсеткенімен, ал біздің оқушыларымыз оның суретін ғана көріп отырғаннан кейін, осы жерде біздің айырмашылықтарымыз бар. Біздер күнделікті даму жолында болуымыз керек. Ұстаздар әрқашан дамып, біліп, оқушының алдында білімді болып келу керек. Оның сабағы қызық болу керек. Егер сабақ қызық болатын болса, ешқандай оқушы ондай жағдайға бармайды деп ойлаймын. Сіз қарамағыңыздағы ұстаздарға осындай талап қоясыз ба? Ізден, өзгер, әдісіңді өзгерт, мынау не сабақ, қызықсыз емес деп қатысатын шығарсыз. Сол кезде бір тыңдай қоятын ұстаздар көп пе?
бір жаңашылдыққа қызығатын, тырысатын? Мен директор орынбасары қызметін атқарғанда ғылыми ісі жөніндегі орынбасары қызметін атқардым. Мен көп тәжірибені сол жерден жинадым. Ол жерде ұстаздармен инновациямен айналысу, оның ішінде біліктілік арттыру курстары, олимпиадалар, ғылыми жобалар кіреді. Дарынды оқушылармен жұмыс кіреді. Мен директор қызметіне келгенде бірінші кезекте ұстаздардан бастадым. Біліктілік арттыру курсынан өтпеген ұстаздар болса, ол мен үшін өте қатты проблема болып көрінеді. Сондықтан бірден тренерлерді жалдап, тренерлерге өтінішімізді айтып, 100% бірден біліктілік арттыру курстарынан өткіздік. Білесіз бе, біліктілік арттыру курстары бірнеше тақырыптан тұрады. Ол сабақты зерттеуден тұруы мүмкін, немесе инклюзивті білім беру болуы мүмкін, немесе ол сабақ үстіндегі әдіс тәсіл болуы мүмкін. Ұстаз тек біреуінен ғана өтіп, 3 жылға біліктілік арттыру курсына өттім деуі мүмкін. Ал біздің мақсатымыз барлық саладан да өту қылып біз жасадық. Барлық саладан да өткіздік 100%-ға. Біздің білім сапамыздың да арттыруы осы бірінші ұстаздардың біліктіліктерінің артқанында деп ойлаймын. Демек, сіздің ғана сабағыңыз қызық емес, басқа да жетеді дейсіз ғой ұстаздар, оқушылар қызығып барады. Білесіз бе, қазір қалада республика деңгейінде түрлі әдіс тәсілдер арқылы сабақ өтіп жатыр. TikTok арқылы сабақ беріп жатырғандар бар, онлайн сабақ беріп жатырғандар бар. Сабақтың үстінде түрлі әдіс тәсіл арқылы беріліп жатырғандар бар. Мультфильмдер арқылы, кинолар арқылы, түрлі. Кинолар арқылы. Өткенде бір жас маман маған айтты, білесіз бе, мен сабақта оқымайтын оқушыма дейді, неге оқымайсың десем, физика пән. Неге оқымайсың десем, дейді, маған қызық емес физика деп айтты. Сосын мен не істеймін, қызық емес қой оған. Сосын мен айттым, дейді, саған не қызық? Мен машина алғым келеді, мен машинамен жүрем, мен машина қызық десе, машина қалай жүреді, оның қуаттылығы қалай, оның қысымы қалай, оның жылдамдығы қалай. Сен соны білесің ба? Ол 100 шақырымда қанша жылдамдықта жүре алады? Осының барлығы физика деп, физиканы оқытқанда, ол оқушы олимпиадаға баратын деңгейге дейін барған. Қызығушылығын тапты. Білесіз бе, өмірдегі болып жатырған оқиғамен күнделікті сабақтағы тақырыпты өткізсеңіз, байланыстырсаңыз өте жақсы. Жалпы сіз оқушыларыңызды түрін бәрін танисыз ба? Мектебіңізде қанша оқушы бар? Сол жағын айтыңызшы. Біздің мектебімізде 3500-ге жуық оқушы бар. Бәрін танисыз? 100% танимын деп айтқым келмейді. Бірақ көп оқушыларды танимын. Осы TikTok арқылы көп оқушыларымызбен жақсы араласамыз деп айтқым келеді. Жоғары сынып, төменгі сынып? Жоғарғы сынып, төменгі сынып. Білесіз бе, мен 90-95%-ға дейін жақсы білемін. Өйткені мен өзім сабақ берем. Сабақ берген оқушыларымды 100% білем. Өте қатты бауыр басып қалғам. Кеше айтып отырмын, 11 сыныптарыма, сіздерге бауыр басып қалдым, мен қалай бітіресіңдер биыл деп. Сосын мектеп парламенті бар. Өте белсенді мектеп парламенті, үздік белсенді оқушылардан құралған. Біз бірігіп, әлеуметтік желіде де, сабақта да оқушыларға керекті сыныптан тыс іс-шараларды бірге ұйымдастыру арқылы жақсы араласамыз. Тәртіп бұзатындарды жақсы танитын шығарсыз, әлде үздіктерді ме? Бәрімен жақсы араласамыз. Тәртіп бұзатындарымызды да жақсы көреміз, ұрыс-пұрыс боламыз да, сосын қайттан жақсы көріп тұрамыз. Кейде тәртіп бұзған оқушыларымыз сыныптан тыс іс-шараларды өте белсенді болып шығады. Сабақта төмен оқығанымен, бірақ олардың құндылықтары, бауырмашылықтары, патриоттық сезімдері өте биік болып тұрады. Сондықтан баланың барлығы жақсы. Оқушының сағын сындыру бар ма сіздерде? Ой, сен адам болмайсың, сенен еш нәрсе шықпайды, сен дым білмейсің, сен үндемей отыра бер сол соңғы партада деп. Бұл мәселе уже бұрыннан жоқ қой, әйгерім. Бұл мәселе жоқ. Ондай болу мүмкін емес. Бар мектептер. Мен білем. Мен көзқарасым оған өте қарсы. Бізде жоқ.
мүлдем сабақ айтпайтын, сабаққа қатыспайтын оқушыға тек 3-ті қойып, оны 90-нан 90-ға қорытып, сыныптан сыныпқа көшіре беруге бола ма? Әрине болмайды. Бар ғой енді сондай оқушылар. Мен қазір сіздің алдыңызда тек осы Шерхан Мұртаза атындағы номері 63-ші мектеп гимназиясына ғана жауап берейін. Сабақ айтпаған деген оқушы болмайды ғой. Ол ұстаздың методикасына байланысты ғой. Ол балаға 34-36 күнтізбелік жоспарда бір сабағында бір 5 минут немесе 3 минутын арнап сабақ айтқызады ғой. Ол міндетті ғой. Ол мүлдем біреу айтпады деген мүмкін емес. Ал егер ол бір сабақта 2-3 жаңағы бағалар болатын болса, ол қорытылады ғой автоматты түрде. Ең төмен бағада қорытындысы да, бірақ ол келесі сыныпқа көшеді. Енді әрине оны ұстаздар айтпайды ғой. Оқушылармен сөйлесе қалсаң айтады, бізде ана бала мүлдем сабақ айтпаған, бірақ сол жүреді 3-ті алып. А біз тырысып оқимыз 4 қояды. Мәди мырза, инклюзивті орта сіздерде қаншалықты қалыптасқан? Ерекше балалар көп пе? Мен ең алғаш директор болып тағайындалған кезімде осы жағдаймен ең алғаш бірінші рет кездестім. Ол кезде мені университетте оқытқан жоқ. Мені маман кезімде біздің мектебімізде ондай бала болған жоқ. Орынбасар кезімде мен ондай жағдаймен кездескен жоқпын. Директор болған кезімде менің алдымнан осы мәселелер бірінен соң бірі келе бастады. Тәжірибенің жоқтығынан болар, қателікті мойындау керек деп ойлаймын. Ол кезде мен проблемадан қаштым десем де болады. Біздің мектепте ондай жағдай жасалмаған. Басқа мектепке барсаңыз, ана мектеп мынадай ғой, ана мектеп мынадай ғой деген мәселелерге көп жаңағы ойлар мазалай бастады маған. Алғыңыз келмеді, иә? Басында, иә. Бірақ білесіз бе, білім басқармасының мамандары маған өте керемет кейстер айтты. Басқа ата-аналарға қарағанда ол ата-аналар өте жанашыр болып келеді екен. Адал дос болып келеді екен. Және білесіз, ол балаларға жағдай жасау арқылы біздің мектебімізде қазір бір жаңа тыныс пайда болғандай болды. Содан бір жыл өтер-өтпестен біз инклюзивті білім беру кабинетін аштық. Жалпы 70-ші бұйрыққа сәйкес барлық 100% жабдықпен жабдықтадық. Одан кейін оқушыларымыздыға мамандар жұмысқа алдық. Педагог, ассистент, дефектолог, логопед мамандары қала бойынша өте төмен деңгейде болды ғой. Олар жоқ қой мамандықта. Бірақ біз соны жариялап, жақсы жағдайларын жасап, жақсы жалақы беріп, жақсы жұмыс уақытын дейміз ғой келтіріп, жұмысқа алдық, жағдайларын жасадық, психолог мамандарды алдық. Одан кейін оқушыларымыз да бірінен соң бірі оқып үйрене бастады. Қазір біздің мектебімізде 37 оқушы инклюзивті білім беру саласы бойынша ерекше оқумен қамтамасыз етіледі. Бір оқушым бар, суретті өте дарынды салатын оқушы. Менің портретімді, жеке суретімді салады. Сол кабинетті ашылу салтанатында өзінің жаңағы балалардың бәрін отырғызып, кім қолына не келеді, соны жасасын, кім тақпаға арнайды, барлық өнерлерін көрсетсін деген бір мақсатымыз болды сол кезде. Сол кезде оқушы менің портретімді салыпты сол жерде. Оған дейін оқушы өтіп бара жатсам болды, күтіп тұрады. Мен біреуді күтіп тұрады шығар деп ойлайтынмын ол кезде. Сөйтсе, сәлеметсіз бе дейді. Мен сәлеметсіз бе деймін де өтемін. Мен оны шынымды айтсам мән бермегенмін ол кезде. Бірақ кейін сынып жетекші айтады, осы оқушы сізге бір бата алмай жүр ме екен, постоянно сізді көруге тырысып отырады. Асханада тамақ ішсем, асханаға барып есігінен күтіп тұрады дейді. Сіз шығып, амандаспайынша, амандасқасын күліп барады кабинетіне. Сосын мен айттым, жарайды, онда кездессем бе екен деп, кездесіп, сөйлесіп көрсем, комплекс жоқ ол оқушыда. Қалған уақытында келе алады. Қалған уақытында оған бәріміз тоқтата қоямыз. Жиналыс болып жатырса да,
қазір әріптестер 1 минут қалың қалай, жағдайың жақсы ма, суретіңді көрсетші, анасының, отбасының суретін көрсетеді. Жақсы, жарайды, аха, қазір мен келем, жарай ма деп сөйтіп жіберіп, сосын барып қайттан жиналысымызды жалғастырамыз. Осындай оқушы менде болды. Сіз Жапония, Сингапурда тағылымдамадан өткен кезде осындай бір ерекше балаларға білім беру, оларды қоғамға жаңағыдай енгізу, қоғаммен байланыс орнату турасында бір еңбектер көрдіңіз бе? Жалпы ол жақта инклюзивті білім беру туралы не байқадыңыз? Негізі дамыған мемлекеттерде сіз айтқандай ешқандай да арнайы тағайындаулар немесе арнайы бөліп жару жоқ, оқушылармен бірге өтеді. Біздің қоғамда ата-аналарға әрқашан түсіндірме жұмысын жүргіземіз. Кейбір ата-аналар бар, біздің сыныпта оқымасын деп айтады. Біздің сыныпта ол қауіпті, ол бала деп айтатын ата-аналар болып жатады. Бірақ ол оқушылар оған кінәлі емес қой. Ол оқушылар және білесіз бе, олар өте мейірімді және өте дарынды оқушылар болып шығады. Олардың біреуге зиян келтіру мүмкін емес. Сондықтан меніңше осы жастар қазір білім алып жатыр. Қаншама халықаралық деңгейде тәжірибелер алмасулар болып жатыр. Шетелде болашақ бағдарламасымен оқып жатыр. Жақсы мамандар келіп, біздің мемлекетімізде де үлкен бір өзгерістер болады деген бір үлкен сенімім бар. Вадим мырза, жасанды интеллектіден қазір көп мамандар қорқады, иә? Жұмыссыз қалуы мүмкін, мені ертең алмастыруы мүмкін деген сияқты. Ұстаздар қорқа ма? Сіздің мектепте осындай жұмыстар жүргізіле ме? Жалпы жасанды интеллект, оны қалай қолдану керек, оны қай жерден қорқу керек, қай жерден қорықпау керек, не істеу керек? Жалпы жаңа технологиялар туралы қаншалықты сіздің ұстаздар қауымы хабардар? Биылғы жаңа оқу жылынан бастап жалпы республика көлемінде жасанды интеллект бойынша түрлі қолдану, пайдалану әдіс-тәсілдері көрсетіліп жатыр. Оның білесіз ғой өзіңіз, Әйгерім ханым, ол жерде көптеген дұрыс плюс жағдайлар болады. Оқушыларға түрлі ғұламалар сөйлетіп, олармен байланыстырып оқушыларды, немесе электронды кітаптар арқылы оқушыларға жеткізіп, тақырыпты еркін форматта, немесе түрлі әдіс-тәсілдер арқылы қолданып жатырмыз. Бірақ сіздің айтқан сөзіңіздің жанында бар, карантин жағдайы бізге үлкен сабақ болды. Ол кезде ұстаздар өздерінің онлайн оқыту жүйесіне дайын емес екендігін басында көрсетті. Қазіргі жағдайда ұстаздардың да осы жасанды интеллектке, жалпы онлайн оқыту жүйесіне, платформаларды еркін меңгеруге басты назар аудару керектігін айқын көрсетті. Сіздің ендігі межеңіз қандай? Ендігі көздегі мақсат не? Қазіргі мақсатым шетелде тәжірибеден өтіп келсем деп ойлаймын. Болашақ бағдарламасы арқылы. Былтырғы жылы тапсырдым, бірақ түсе алмадым. Сіз мойындайды екенсіз? Иә, мен оқуға да бірінші жылы түсе алмадым, магистратураға да бірінші жылы түсе алмадым. Бірақ мен жылда тапсырам, жылда екінші жылы, болмаса үшінші жылы солай өтем. Осы биыл да солай. Биыл да тапсырдыңыз. Иә. Енді күтеміз шешімін. Болашақ бойынша оқып, шетелде, одан кейін елге келіп қызмет ету. Елге келіп, кейбір әттеген-ай деген мәселелердің барлығына өзімнің бір нақты дәлелдер арқылы кішкене қолдаулармен, ұсыныстармен келе алатындай жағдайда болсам екен деген ғана үмітім бар. Демек, әттеген-айлар бар ғой, иә? Мысалы. Сіз не өзгерткіңіз келеді? Бір-екеуін айтсаңыз, сосын біз ертең сіз оқып келгеннен кейін тағы сұхбаттасып жатсақ айтамыз. Қашан? Өзгерді ма? Қашан?
Жоқ, ұстаздардың абыройы немесе инклюзивті білім беру бойынша көптеген әттеген айлар бар. Ұстаздардың біліктілігі бойынша кішкене әттеген айлар бар. Бала тәрбиесі, мектептегі буллинг мәселесі ол өзекті мәселе. Жалпы қазіргі таңдағы өзекті жалпы білім саласында өзекті мәселелердің бірі болып тұр. Бұл жағдайларды шешу жолында қазір түрлі жобалар қолданып жатырмыз. Білім министрлігі, оқу және ағарту министрлігі тарапынан біртұтас тәрбие жобасы енгізілді. Одан кейін оқушыларға ұлттық құндылықтар бойынша түрлі іс-шаралар ұйымдастырып жатырмыз. Мектебіміздегі осындай жалпы білім саласында буллинг мәселелері болмау жағдайларында түрлі сала өкілдерімен бірігіп жобалар ойлап, лекциялар оқып және түсіндірме жұмыстарын жүргізу арқылы осы жағдаймен шын мәнінде ұстаздар қауымы күресіп жатырмыз. Нәтиже бар ма? Нәтиже Азайды ма, көбейді ме? Нәтиже азайды, өйткені білесіз бе, бұрынғы кезеңде өте көп болатын бұл жағдай. Генерал болуды армандамайтын солдат жоқ қой. Оқу ағарту министрі болып жатсаңыз, нені өзгертер едіңіз? Ұстаздарға қандай жағдай жасар едіңіз және оқушыларға бір-екеуіне ғана тоқталсаңыз болады, маңызды деген. Әйгерім, мен бұлай жауап берейінші. Мен жасаған нәрселерді ғана айтқым келеді. Мен жасадым деген нәрселерді ғана айтқым келеді. Ал жасайтын едім, мен анда болғанда былай жасайтын едім, мұнда болғанда былай болатын еді дегендер адамдардың қатарынан емеспін. Оған көп дәлел, менде бұрын өзім осы жас маман кезде, директор орынбасары кезде ойлайтын, мен директор болғанда бәрін жасап тастайтындай болып. Бірақ кейбір мәселелердің біздің қолымызда емес екенін кейін түсіне бастадық. Сол секілді болашақта егер министр болып жатырсам, сіздің сұхбатыңызға келем, міндетті түрде сол кезде жасаған министр болғаннан кейін келмейсіздер ғой. Сол кезде жасаған жұмыстарым туралы айтып берем. Ал қазірше мен енді мектеп директорымын, өзімнің жасаған жұмыстарымды ғана айта аламын. Дегенмен, мұғалімдер әлі қағаз басты ма? Ол мәселе шешілді ғой. Мүлдем шешілді ме? Ол мәселе шешілді. Қазір ұстаздардан тек күнделік толтырады, өздерінің сабаққа дайындалу, сабақ жоспарын ғана жасайды. Болды. Қалған барлығы электронды түрде жасалады. Сабаққа қатысы жоқ дүниелермен айналыспай ма? Мысалға қандай? Түрлі науқандар бар дегендей. Жоқ. Сіздің ұстаздарыңыз қатыспай ма, анау көшеде шырша жөндеу, жоқ. әдемілеу? Жоқ. Ол мәселелер деген қазір ұстаздардың барлығы білімді, барлығының көзі ашық. Ешқандай да ондай мемлекет тарапынан да қолдау бар. Біздің ұстаздарымыз тек білім берумен ғана айналысады, қосымша жұмыстармен айналыспайды. Мәди мырза, жаңа өзіңіз айттыңыз, ұстаздың баласы ата-анаға жарымайды деп. Сіз де әкесіз, жас әкесіз. Балаңызға уақытыңыз бар ма? Тайм менеджмент қалай жүзеге асырылып жатыр? Бізде тайм менеджмент бойынша біз арнайы регламенттер арқылы жүруге тырысамыз. Бірақ көп жағдайда жұмысқа арнайып жатамыз. Менде бір ішімде теген ой бар. Менің көргенімді балам көрмесе екен, әрдайым бірге жүріп уақыт тапсақ екен. Бірақ қазір заман өзгерген, бізде арнайы отбасы күні болады. Бір күнді арнап отбасымызбен арнаймыз, және жұмыстан тыс уақытта тек шығармашылықпен айналыспасақ, бірақ жұмыстан тыс уақытта тек отбасымызбен біргеміз. Жұмыстан тыс уақыт бола ма сіздерде? Қаншама оқушыға жауап беру керексіз, қаншама ұстазға жауап беру керексіз. Неше түрлі ситуация болып жатады ғой? Телефоныңыз өшпейді, Өшпейді. Кейде білесіз бе, мені ешкім күштеп немесе
бір арнайы бұйрықтар арқылы шақыртпайды. Бірақ егер бір балаларымыз бір жерде төбелесіп немесе бір қандай да бұзақылықпен айналысқан болса, кез келген уақытта біз тәрбие орынбасарымен бірге кез келген жерде боламыз. Ондағы мақсатымыз біздің оқушыны уақытылы мәселеден құтқару және уақытылы оған қолдау көрсету. Көп жағдайлар болып жатады. Әкесіз өсіп жатырған, анасыз өсіп жатырған, немесе әкесі мен анасы қазір бір семьялық жағдайға ұшырап жатқан кезінде бала внимание жаңағы өзіне бір көңіл аудару мақсатында болуы мүмкін. Ол кезде біз әрдайым уақытылы орнынан, жанынан табылуға тырысамыз. Мектепте ер азаматтар көп пе қазір мұғалімдерден? Бір кезде тек әйел оқытушылар қаптап кетті, әйел мұғалімдер көп, дене шынықтырудан ғана беретін ұстаздар, ер азаматтар, қалғандар әйелдер деп айтушы еді ғой. Қазір сіздердің мектепте қанша пайыз ер азамат, қанша пайыз? Осы мәселеде анық айта кеткім келеді. Осы ұстаздарға мемлекет басшысы қолдау көрсетіп, жалақыларын өсіргеннен кейін жалпы білім саласында ер азаматтар көбейді. Бұрын мен ұстаз болып жүрген кезімізде бірең саран болатын, және бізде айтады ғой, ер азамат екен деп құрметпен қарап, сондай бір керемет кезеңдер болған. Бірақ қазір бізде шүкір ер азаматтар көптен келе бастады. Және білікті, білімді азаматтар келе бастады. Ол деп отырғанымыз мектептегі ер азаматтардың көбеюі оқушыларға оң әсерін берді. Іс-шаралар өткізетін кезде ер азаматтар өткізу, ер азаматтардың жиналысын өткізу, және ұжымда да өзіндік бір ер азаматтар ерекше ахуал келтіреді. Ол деп отырғанымыз ұстаздардағы әйел кісілердің өзі бір ер азаматтарға келіп, бір керемет бір ұжымның ауызбіршілігіне алып келеді. Ер азаматтары бар ұжым. Мәди мырза, мектепке баланы қай жастан бастап берген дұрыс? 6-дан 5-тен беретіндер бар. Және ол балаларды кештеу беру керек. 7 жастан асқанда барса да үлгереді деп жатады. Қай жастан бастап берген дұрыс? Мен өз тәжірибеме сүйене отырып, жалпы баланы 6 жастан беру керек деп есептеймін. Себебі қазіргі таңда көптеген дайындық курстар бар. Егер сол курстарды өткен оқушы болатын болса, бала сабаққа дейін, немесе балабақшада соңғы топты бітіретін болса, міндетті түрде 6 жастан беруге кеңес береміз. Ол қыз емес, 6 жастан бергені дұрыс. Жалпы негізі біздің бұйрығымызға сәйкес 31 желтоқсанға дейін толса 6 жасқа мектепке қабылданады. Оқу жылының 31 желтоқсанына дейін. Демек, балаңыз 5 жаста болып, қыркүйек немесе қазан айында 6-ға толатын болса, мектепке қабылдай алады. Сосын мектепке баратын бала нені біліп бару керек? Алфавитті, әріптерді, сандарды қосып алып, жазып, оларды бірге мама, папа, әке деп оқып, қазір балаларым сөйтіп дайындап береміз ғой мектепке. Осылай дайындап берген дұрыс па, әлде соның барлығы мектепте үйренген дұрыс па? Баланың қызығушылығы басылып қалмай ма ерте? Бәрін біліп барса? Жоқ, мектепте осы біздің мемлекеттік стандартқа сәйкес мектеп программасында алфавит үйрету бар. Біз мектепте үйретеміз оны. Бірақ баланы қабылдауына байланысты. Кейбір кезде жай қабылдайтын оқушы бала болатын болса, ол қандай жағдайда үйдің біреуінің еркесі, біреуінің кенжесі, біреуінің үлкені, біреуінің жалғызы деген секілді болатын болса, онда дайындық курстарына беріп, сосын мектеппен бірге ата-ана мен ұстаздар бірге отырып оқытса өте күшті болады. Ал егер де сіздерге жалпы ұстазға баланың дайын келгені жақсы ма, әлде мектепте үйренгені жақсы ма? Ұстаздар дайын келсе де, оқымай келсе де, олар оқытады. Олардың жұмыс жоспарларында ол бар.
сол 40 минут сол бағдарлама бәріне бірдей бала біліп кеп тұрса да соны қайтадан оқытады сол уақытта. Ол ұстаздарға бір минус немесе плюс емес. Оны ал ол бала үшін немесе ата-ана үшін баланың өзінің қабылдауына байланысты. Бірақ егер де оқушы жаңағы келесі тақырыпты өтіп кетті, келесі алфавитті өтіп кетіп жағдайда бала егер әлі жай қабылдау болып бірінші алфавитте жүрген болса, ата-ана мен ұстаздың қолдауы өте қажет етеді. Мысалы, әлеуметтік желіде сіз белсендісіз. Көп оқушылар, оқытушылар, жалпы директорлар, басшылар белсенді жүргізуге, мынау камера алдында өзін еркін көрсетуге қорқақтап жатады. Мысалы, сіз белсендісіз. Ондағы мақсат не? Танымалдық керек сізге, басқа тағы не керек? Жоқ, танымалдылық маңызды емес. Менің бұл жердегі мақсатым оқушылармен бірге бір жүйеде болғанымның дәлелі деп айтсам болады. Бір толқында жүруім бір дәлелі. Ол деп отырғанымыз, оқушылар егер мектеп директорының осындай бір өздеріне қатысты трендтерді немесе жаңағы бір жүйеде жүргенін білсе, онда олардың да мектепке деген, ұстаздарға деген көзқарастары өзгереді деген ойым бар. Сонымен қатар осы жалпы әлеуметтік желіні белсенді пайдалану арқылы ұстаздармен де, оқушылармен де, жалпы ата-аналармен де жалпы бітімге келу мүмкіншілігі көп деп айтқым келеді. Ертең бір шенеунік болып кетіп жатсам, бұл түсірген видеоларым өзіме бір ұятты болып қалмай ма, кедергі етпей ме деген ойлар болмай ма? Мен арманым тек ағартушылық саласында ғана. Менің қазіргі мақсатым да білім беру саласында ғана. Қазіргі мен егер де оқушылармен қалайда бір жағдай жасап, соларға бір жайлылық сыйласам, мен өзім мақсатыма жетем. Қазіргі менің алдымдағы мақсатым осы. Демек, трендтегі видеоларды түсіре беремін дейсіз ғой? Әлеуметтік желіде белсенді болуымды әлі жалғастырамын. Рахмет сізге, Мади мырза, бізге уақыт бөліп келгеніңіз үшін. Шынымен де әдемі, ой салатын, кейде күліп алатын дүние керек. Өйткені үнемі жұмыс, үнемі қағазбастылық жоқ деп отырсыз ғой, бірақ дегенмен бар ғой бәрібір. Оқушылардың ғана жұмыстарын тексерудің өзі қаншама уақыт, энергияны алады. Сондықтан осындай бір мотивация беріп жүре беріңіз өзіңіздің ұжымыңызға. Көп рахмет, Әйгерім ханым, бүгін шақырғаныңызға, осындай біздің ұстаздар қауымына жалпы көңіл бөлгеніңізге, және біздің мәселелерімізді кеңінен тарап, ата-аналармен байланыс орнатқаныңызға, жалпы ұстаздар атынан сізге көп алғыс айтамыз. Көп рахмет. Қымбатты көрермен, біздің сұхбатымыз осымен аяқталды. Келесі сұхбатты күтіңіз.